Әкесі жарықтық ұлының бойы бірді там болып өмірден қағажау көдерін сезгендей. Тым болмаса, есімі дірдей болсын дедім екен. Есімін Құдірет қойыпты. Кішкене күнінен Құдес атанғаннан ба, өзінің есімі Құдірет екеніне де кейін барып үйренген. Танымайтын жұрт сыртынан ергежейлі дейтінін біледі. Әне қара, ергежейлі адам деп, тұра қалып бір-біріне көрсететін әдепсіздерге де үйренген. Назар аудармайды. Тек көліктегі шлагбаумды ашып жауып тұратын жұмысында ғана оған Құдірет ағай дейді. Құдірет автобусқа мінгенді ұнатпайды. Бойы метрге жетпес адамға әуелі қап-қысқа аяғын созып, оған мінгенде, одан қайтып түскенде азап. Томсығын, томшалаған әлдекімнің қолтығының құлаңсасы жүрегін көтереді. Әлдекімнің шынтағы да бұның құлақ шекесіне ұмсынғыш. Тағы бірінің арқасына асынған сөмкесте дәл бұны көздеп тегіштейді. Жан жағынан қоршалып, сығылысқан жұрттың арасында екі өкпесі қысылып, құдық ішінде қалғандай болады. Автобусқа мінуін мініп, енді түсем дегенде кейде созған аяғы қапелімде жерді таппай, құдды жердің өзі әрі алыстап кеткендей көрінетіні бар. Бүгінде автобуста бос орын жоқ екен. Айналасына асықпай отырғандардың әрқайсына көз тоқтатып қарап өтті. Орындыққа шалқайып жайғасып алғандардың бірі болмаса, бірі бұған кінәлі жүзбен қарар ма екен деген. Бірақ мұны жасы келген ергежейліге орын бермегеніміз ұят болды деген бірде-бір кінәлі жүзді байқамады. Бәрі қолдарындағы телефонға кіріп кеткен. Бұл да сыр бермей шын тәуелсіз елдің ешкімге, ештеңеге тәуелсіз азаматы сияқтанып, қарсы алдына қарап қақшиып тұра берді. Осы тұрысында кішкентай адамның жанарынан әлдекімге реніштен туған өр көз қарасты оқуға болар еді. Құдірет басқалардың шалқайып отырып өзінің ғана тұрып тұрғанына өкпелі емес еді. Оны қойшы. Көп болса жарты сағаттан кейін аялдамасынан түсетін анық. Тек Құдіретке келгенде әйтеуір бірдеңе жетпей қалатыны болмаса. Өмірі осы деп ойлады ол. Шамасы Құдай о баста жолын ауыр қылып жаратқан болу керек. Әйтпесе, неге басқаларды ақыл бермесе де бойы сойын келістіріп жаратады да. Тек бұған келгенде бойдан қызып қалады. Егер бұл біреуді жақсы көрсе, бәрібір бұл оған сай болмай шығады. Тіпті қарапайым тұмаудың өзі бұған басқаша келеді. Жұрт құсап түшкіріп басқырып қоя салмай, тура өліп қала жаздайды. Автобусға міне қалса міндетті түрде бұған орын жетпейді. Міне бүгінде әкімдіктен көңілі түсіп келе жатыр. Өзі де, әйелі де мүгедек ретінде кезекте тұрғанымен, сол кезектің бір жөндеп алға жылжығанын көрмепті. Құдірет манағы көріністі ойында қайта ақтарды. Костюм шалбар киіп кекірейгендердің қайсы бірін танып жатыр дейсің. 2 ай бұрын қабылдауға жазылып, бүгін өпірімдеп кірдім дегенде, анау бұның сөзін аяғына дейін тыңдамастан. Тегіне алғысы келетін тек сендер деймісің. Немене үкіметтің шексіз жарылқаушы көремісіңдер. Өздерің үкімет үшін не істедіңдер? Өңмеңдеп, бер-бер дейсіңдер. Және сендер сияқтылардың қаншасын жарылқап жатса да жақсат бермейсіңдер, білеміз ғой деп дүрсе қоя берген. Қапелімде бұндайды күтпеген Құдірет өзінен өзі жуасып, аға, мен жай ғана үйдің кезегі неге жылжымай жатқанын білейін дегенмін ғой. 20 жыл болды кезекте тұрғаныма. 20 жыл деп көмілжіп қалды. Ана бұған соқсаусағын қайта-қайта безеп. 20 жыл түгілі 30 жылдан бері кезекте тұрғандар бар. Кезегін келсе аласың ғой бала. Әйтпесе не қыл дейсің? Мен саған тап қазір кезексіз пәтер алып беруім керек пе? Сөйтіп, заңсыздық бар деймісің деп, одан сайын өзі өреді. Әлгінің шатынаған көзімен бұған соқсаусағын кезеп, тоқтыра сөйлегені есіне түскенде, Құдіреттің шекесі қайтадан ысып кеткендей. Қара басқанда өзінің жасы кіші шенеунікке аға дегеніне бұндай жыны келмес пе? Ана орнынан тұрған кезде бойы әжептеуір баршылық екен. Төбесінен төне қалғанда бұл оның баласындай ғана болып қалғананда аға деген болу керек. Бекер бардым. Менің бойым ергежейлі болса, алдына келген адаммен жөндеп сөйлесе алмайтын, оның ойы ергежейлі екен. Бақшагүлде қойды ма? Бар, еркек емеспісің деп. Бірақ оғанда өкпе жоқ. Жатақхананың 2 бөлмесіне ортақ ас үйді бөлісіп жүрген алпамсадай ашуланшақ төс көз көршінің ойпыл-тойпыл
Мінезінен бұның өзі де ығыр болған. Іші балса, жоқты барда сөйлей беретін бәдік мінезіне қоса, адамды ұрғысы келіп тұратын шындылығында байқаған. Екі көршінің дәлізі бұның қысқа адымының өзіне 5 аттамдық жер. Екі күннің бірінде шығатын барқыраған мас дауыстан, баж-бұж айқайдан жүйкесі де, ұйқысы да бұзылған. Анау екі адам еркін айнала алмайтын ас үйді де шірітіп бітірді. Ас үйді еркін емденген ақбауыр тарақандар шетінен өмір сүйгіш, күн сайын көбеюге құштарақ. Екі жағына кезек шайқатылып жүріп, аядай бөлмесін жинай беретін мәттақын бақшагүл ғана салақ көршінің артын жинап жүреді. Қазірде быртиған қып-қысқа аяқтарын әрең көтеріп, ық-пық деп, етжеңді денесін әрең егеріп үстелшеге шығып алып, қабырғаның жартысын алып тұрған шкафты жинап жатқан шығар өсірі. Келесі аялдамадан бір топ жасөспірім кіріп, тура бұның қасында шоғырланып тұрып алып, және тыныштырмай, бірі-бірі итеріп ойнағандай біреуінің қолы бұның құлақ шекесіне сарт етті. Қайда тұрсыңдар өзі? Тыныш тұруға болмайды ма деп, тіл қатты бұл өкпелей. Сонда бар болар бұған таңырқай көз салған. Бойы баланың бойындай, даусы жіп-жіңішке кішкентай адамға қараған көз қарастарында, мынадайда кішкентай адам болады екен ғой деген таң қалыстырды. Есік алдында көршілер әдеттегідей ажырасқан, қосылған, өнер жұлдыздарының өмірін талқылап жатыр екен. Құдіретке бұл қызық емес. Басқалардың өмірі қателігі туралы айта бергісі келетін. Жұртты көбірек сөз қылатындардың өзінің өмірінде одан да ұятты нәрселер көп болу мүмкін деп ойлайды. Жатақхананың кіреберісіне әкімшілік кодекс бойынша деп бұның бойынан ұзын қылып ереже жазып іліп қойыпты. Оны орындап жатқан ешкім көрінбейді. Дәліздің ұзына бойына қажетсіз газ плита, сынған есік, ортасы опырылған кресло тізіліп тұр. Айнала ыбырсып қоғыш жәшігі қашанғыдай аузы мұрнынан шығып жатыр. Өзін көп шектейтін адам сияқты өзіне сенбейтін, үкіметтен баста бәрі ереже шығарғыш әйтеуір. Ережені қатырады. Бірақ бәрібір нәтижесі жоқ деп ойлаған күйі тас қараңғы жерде сүріне жаздап, бөлмесіне әрең өтті. Құдірет кейде осы қатар-қатар қабат үйлерден құралған қалада жүріп, балалық шағындағы сұрқай кеңістіктен тұратындай көрінетін құм жазығын сағынатын. Тіпті бәрін тастап барғысы келер еді. Бұлар құмдаулда тұрды ғой. Құдірет ертеден кешке дейін құм үстінде жалаң аяқ ойнайтын. Құмнан таумен қорған тұрғызатын. Ал ертеңіне қараса көзге көрінбейтін біреу келіп кешегі жерді дәу алақанмен сипап кеткендей теп-тегіс болып жатушы еді. Құдірет әкесімен малжайып жүріп осы қарай берсең көзің талатын шетсіз де шексіз жазықтан бұрын соңды ешкім байқамаған ерекше бірдеңе көретіндей. Кешегіден бір ерекшелік байқайтындай болып көзін алмайды. Бала көңіліне сол көз жетер жерге дейін сақиналанып, шимайланған жазуға ұқсас сіздерде әлде бір құпия бардай көрінеді. Кейде осы құладыз өзгермейтін көріністен жалықса да, туған жері болғасын ба, қыбырлаған тіршіліктің теттен нышаны да білінбейтін құм жазық өзіне бәрібір ыстық екенін бала жүрегімен сезінеді. Қолдаяққа тұрмайтын 5-6 жасар кезінде талай рет тамның төбесінде жалқасынан жатып алып, кешкі аспанға жанарын қыдыртып, армансыз тамашалайтынын айтсайшы. Құдес, тағдамның үстіне шығып кеттің бе? Жылан шағып алар төс деймін. Қайдан шығарған осы деп шешесі дауыстап жататын. Кейін бұлардың 5-6 үйлік ауылын басқа жаққа көшіреді деген сөз шықты. Шіркін-ай, кісіге қиятын жерме бұл. Көшіргені несі? Көшкенде қайда бармақ? Көшпеймін десең, сүйреп шығармайтын шығар. Жоға, көшпеймін деуге болмайды екен, қалайда көшіреді екен. Өкіметке мына жер керек болып тұр ғой. Полигон дейме, бірдеңе салады екен. Полигон дегені не екен сонда? Итім біліп бе? Не болса да, өкімет өлтірмес, бір амалын қылар. Қалың елді далаға тастамас. Бір күні бұларға үйден шықпай отырсын деп бұйрық берілді. Сол күні қарадан қарап қапырық күшейіп, ауа тарылып кеткен. Бұл әншейіндегі ыбыстық жел ұрып тұрған аңызытқан бөлек еді. Бірдеңе көрсеткен дауыс естілді де, жер өзінен өзі дік кете қалды. Құдірет сонда тасқа жүгірген. Құдауанда онсыз да шақырайған шілденің аспаны шаңқай түсте одан да қатты жарқ еткендей болды.
Құдірет сонда шығыс жақ беттен үлкен саңырауқұлақ пайда болғанын. Сол-ақ екен, әп-сәтте жер мен көктің түгел әппақ шаңға айналып кеткенін көргенді. Құдіреттің кешкісін тамның төбесінде жатып алып, тамашалайтын әдемі аспаны қайда. Күн сайын өсіне саусағымен сурет сызып ойнайтын құм жазығы қайда. Айырып болмастай. Әлдеқайдан шыққан бір дыбыс айдаладағы телеграф сымынан да қаттырақ тыңылдап, үзілмей, біразға дейін құлағында тұрып қалған. Бұның құлағы танитын азынақ желдің дыбысынан басқа дыбыс еді бұл. Сонда полигон дегені кішкентай Құдіретке адамзатты үйімеймен малжанымен, мақыра мүкәмалымен қоса апандай аузын ашып, көмекейінің ең тереңіне жетіріп жіберуге ұмтылған үш көзді айдаһар секілді көрінген. Ертеңіне қараса, Қасым Атайдың кеше ғана салып қойған қорасының бір бұрышы жарылып қирап, әркімге айтып жүріп, ауданнан әрең алдырған кішкене терезесі быт-шыт болып уатылып қалыпты. Кейін бұларды шынымен де қырға көшірді. Мал өсіретін совхоз екен. Адамы да көп, шаруашылығы да жетерлік. Бір күні дәлізде балалардың шошып еткен даусы арасынан мысықтың мияулағаны қоса естілетін сияқты болғасын құлағын түрді. Әлгі аянышты дауыс тура жәбір көрген сәбиткі секілді. Шыдамай, орнынан тұрып дәлізге шықты. Бір топ бала үймелеп тұр екен. Құдірет қастарына жақындап келді. Қонжың еткен екі баланың бірі бала мысықты алдыңғы екі аяғынан ұстап, екіншісі ұрланғаннан қалған жалғыз жылу батареясының тұрбасына байланған пресс жіптің бір шетін мысықтың мойнына іліп жатыр екен. Мысықтың көзі шарасынан шыға бақырайып кеткен. Әй, тоқта, балалар, бұған жалт қарасты. Не істегелі жатырсыңдар, тоқтатыңдар, обал емес пе? Тұзағын жөндеп жатқан жалпақ сары бұған иек қақты. О, карлик, чего тебе надо? Иди, не вмешивайся, деп қояды екіншісі. Карликті көрсете, мен саған, жібер мысықты. Саған айтып жатыр ғой, өзіңе қатысты емес іске араласпа деп. Әкел бер. Жалпақ сарының қолындағы жіпті жұлып алмақшы еді, бойы бұдан биік, өзі әлді бала итеріп жібергенде, Құдірет кәдімгідей шайқатылып кетті. Балам, мысықта тірі жан ғой, тимеңдер, жіберші байғұсты. Осы кезде Құдіреттің даусы өзіне бұрынғыдан да шіңкілдеп, естілгендей болды. Ол бойын тіктеп алып қайтадан сотқар баланың қолына жармасып, қалайда мысықты құтқарып алмаққа тістене жармасты. Мысық мияулаған сайын тағдырына мойынсұнғандай көзін жұмады. Енді кешіксе жалпақ сары жіптің бір шетін тартып қалады да, бейшара мысық соңғы рет мияулауға үлгермей қалайын деп тұр. Тістесіп, тастай қатып әреңдегенде, баланың қолынан мысықты шығарып алып жатқанда, оқыс соққыдан бүйірі солқ етті де, бір иығымен қабырғаға соғылғаннан көзі қауратып кетті ме? Есін жиғанда осы жатақхананың тұрғындары болу керек. Бойы ұзын, екі-үш адам бұны ордан тұрғызып, мұрнының қанын сіртіп, жан-жаққа ұшып кеткен тәпішкесін тауып кигізіп жатыр екен. Аға, қай бөлмеде тұрасыз? Апарып салайық па? Ол кісі бірінші қабатта төкпіде тұрады, деген дауыстарға назар аудармастан көзімен мысықты іздеді. Балалар көрінбейді. Мысық жылу батареясының тасасында үрпиіп отыр екен. Кіш, келе ғой. Бақшагүл бұның қойнындағы мысыққа самарқау көз салды. Тіпті бұның әлем тапырық түрінде мұрны қанағанында байқамағандай. Мысық па немене? Қайдағыны қайдан табасың? Ауру емес пе өзі? Жуындырып аламын ғой. Әйтеуір білгеніңді істеші деді де тарс бүркеніп жатып қалды. Құдірет әйелін түсінгісі келеді. Оның осы немқұрайлығының ар жағында бұған деген өкпесі жатқанында аңғаратындай. Ол өкпе қайдан шығады? Әрине бұдан әлдебір жылу күткеннен соны алмағаннан болуы мүмкін. Бала мысық Құдіреттің шылапшынға соғып, шампунь қосып жуындырғанына тетті тырнақтарын көрсетіп, айбат шегіп, қарсыласа да сөртіндірген кезде мияулап бақса да көнді. Құдіретпен Бақшагүл кейде шүкілдескен болып шайларын ішеді. Кейде бір-бірінде шаруалары жоқ, екеуі екі ауылдың адамы секілденіп, әрқайсы өзімен өзі. Бір-бірін жастары 50-ге жақындап көріп, таныған адамдардың арасында не болуы мүмкін, не байланыстыруы мүмкін. Бұларды қойшы, жастай қосылған адамдардың да бұрынғы сезімдерінен жұрнақ қалмай. Бірақ
Сағаты соққанша бір-бірінен ажырамайтынын көріп жүр ғой. Оның себебінде Құдірет өзінше түсінетін секілді. Бәлкім ұзақ жылдар адамдар бір-біріне бауыр басатын шығар. Әлде болмаса, жалғыздықтан өлерде қорқатындарынан да бір-біріне байланатын шығар. Мүмкін, кешегі күндеріне деген сыйластықтан да шығар. Ол ғұмырдың көбін жалғыз өткеріп келіп бас қосқан бұл екеуіне не өкпе бар. Бірде жамағайын жеңгесі бұны іздеп келіп, қайным деп жылы сөйлесіп отырып, осындай ауылдың келесі шетіндегі пәленшенің үйіне өзіңмен жасты. Жағдайда өзіңдей бір әйел адам қыдырып келді. Ол да жалғыз екен. Екеуің тілдессеңдер, бәлкім жарасып та кетер едіңдер дегенді. Осы жасына дейін жалқы жүрген әке-шешесі кеткелі, бұрынғыдан да тұйық тартқан бейбақ қайнысын, жалғыздықтан құтқарып алуға қылышына кіріскен жеңгесі айта бергесін, көңілі қалмасын деп амалсыз қозғалғанды. Барды, көрді. Көңілінің қырдың желіндей ұйтқығанын не басқа бірлепті байқамады. Бұның өзі сияқты бойы өспей қалған Бақшагүлдің мінезі ақ жарқын екен. Көрген жерден ақтарылып жатырқамай сөйлесе кеткен. Әке-шешеміз болса жоқ. Бауырлардың өз қызықтары өздерінде. Екі жарты, бір бүтін деген. Екі құрты қосылып бір үзін болмасақ та, жалғы жүргеннен гөрі бір-бірімізге серік болайық деп салдырлай күлген. Құдірет өзі былайғы жұртқа байқата бермегенімен, оны-мұны сөзді көтере бермейтін шамшыл, шәргес адам еді. Әйелдің мына сөзден дедерін білмей түйіліп қалған сонда. Оның үстіне тап сол сәтте бірге қартайсақ дегенді ойламаған анық. Елуге жоқтағанда қартаюды ойлау ерте. Десе де тағдырым осы шығар дегенге тоқтаған. Содан бері өмірлері өзінше өтіп жатты. Кейде жайлы, кейде іш пыстырарлық. Кейде көңіл күйі болмайтын, кейде еш себепсіз жақсаратында. Ердің ештеңеге көңілі толмай жүретін нарау мінезіне Бақшагүл де үйренген. Бойларының бәкенелігі болмаса екеуінің сыртқы пошымы мен мінездеріндегі қарама-қайшылықтар көзге анық көрінер еді. Бақшагүлдің бойы бұдан да аласа болғанмен тұлғасы бұған қарағанда шымыр. Орындықта отырған кезде ергежейлі емес әжептеуір, алып адам сияқты көрінетіні бар Құдіретке. Бұған қарағанда әйелінің тұлғасынан әлдебір салмақ, ішкі күш сезілетін сияқты. Иығы кең, қап-қысқа қолдары да қармаулы, қимылы да бұдан гөрі ширақ. Екі жағына кезек теңселіп жүріп келіп, кейде оқыс тоқтап тұра қалғанда, әлденен өлшеп, тарасылап тұрғандай әсер қалдыратын. Әжімдерден торланған маңдай астындағы қалың қасының астындағы өткір көздері кісіге тік қарайды. Бұның қасы керісінше сұйық, көзі де жіпсік қой. Оның шолақта мұрны сәл жалпақ, ал қалың еріндері ылғита күлуге дайын тұратын сияқты. Ал бұның ені жіп-жіңішке, күлуі де сирек. Оның тығыз шашы еркіне бағынбайтындай, ылғи ұйпа-тұйпа болып жүретін болса, бұның шашы селдір. Ал құлағы үлкен, қалқайған күйінде айналадағылардың әр сөзін қалт жібермейтін сияқты әсер қалдырады. Бақшагүл кейде аузы жабылмай сөйлейді. Әке-шешесі кеткелі, іні келіні мен сіңлісінің суық бауыр екенін, ағайын туыста беретінің болмаса есегінен есеге сығаламайтынын, жүйесіздік жайлаған қоғамда адамның құны көктейін екенін айта береді. Сондайда Құдіреттің аядай ғана жалғыз бөлмесіне шығып, бір жаққа кете салғысы келер еді. Жоқ, ол Бақшагүлге бұл үшін ренжімейтін. Өйткені бүкіл дүниені сынап отырған әйелдің сол дүниені өзгерткісі келетінін, себебі ондағы өзінің орнына төкке тұрғысыз екенін білгеннен сөйткісі келетінін түсінетін. Бірақ Құдірет кім? Аты Құдірет болғанмен ол не өзгерте алады? Ол өзін Бақшагүлдің көңілінен шығатында ештеңе істей алмайтындай көреді. Ертегінде қалта телефонның тызылдағаннан оянып кетті. Телефондағы дауыстың біртүрлі күңгілеп шыққаны сондай. Қапелімде түсінбей қалды да, кім болса да бұған ана дүниеден қоңырау шалып тұрғандай көрінді. Көптен хабарсыз жатқан алыс ағайын екен. Аға, тойға шақырамыз деді. Ылғи ағайын туыстың жиынынан қалыс жүресіз. Осы жолы жеңгемді ертіп келсеңіз тәуір болар еді. Сізді төрімізден көргіміз келеді. Ауылға да көптен келмедіңіз-ау деді ренжігендей. Бұл оған барам деп те бармаймын деп те айта алмады. Той топыр десе біртүрлі іші басы ысып кететін сияқты.
Жас кезінен солай. Кейде көп жиналған жерге бұлда барғысы келетін. Бірақ елдің назары өзіне ауғанда қайда кетерін білмейді. Балаң үйленді де, құтты болсын. Келін қай жақтан? Келін ауылдан. Айтпақшы, құдағи сізді таниды екен. Өткенде құдалыққа барғанда сұрап жатыр. Солай ма? Апырай, ол кім болды екен бұны танитын? Сіздің ауылда кітапханашы болған екен, Ажар апай. Ажар деймісің? Осы кезде аяқ жағын жабжыла қалып, парылдап жатқан мысық көзіне кешегісінен әдемі болып көрінді. Ажармен құда-құдағи болады екенбіз ғой. Құдірет күн ұзаққа тойға барғаны жөн бе, бармағаны дұрыс па, соны ойлаумен болды. Біресе сол тойға барғысы келетін сияқты. Барса көптен атысын салмаған ауылын көрер еді. Бір кездегі жастығы өткен жерді көргенде жүрегі алабұртатын анық. Бақшагүлге айтса барамыз деп бірден әзірлікке кірісіп кетерін біледі. Әлде бармай-ақ қойсам екен. Қайтадан естелігін ақтарды. Содан бұларды құмнан көшіріп қырдағы ауылға орналастырды. Мектепке де сол жақтан барды. Кейін Заготстаққа жұмысқа жіберген. Бір күні ауылдың кітапханасына қала жақтан бір қыз келді. Бірыңғай аңшымсыздау киінетін шаруа адамдарының ішінде жалғыз өзі аппақ болып киінген кітапханашы қызды көргісі келе беретін. Ал бұл оны байқамайтында. Қыздың Ажары бөлек еді. Ажар деп атын қалай тауып қойды екен. Құдірет былайда кітап оқитын. Ал жас кітапханашы келгелі кітапханаға тіпті жиі барғыштайтын болды. Барған сайын оның қандай кітап алғыңыз келеді деп жылошырап қараған жанарынан шоқ емес шуақ көретін. Қыздың жымиып күлгені де сиқыр сипаты естен тандырада емес. Біртүрлі ажағынан жұмсақ мұңы байқалардай бөлекше еді. Әлде бұған солай көріне ме? Әйтеуір кітапханашыны көрген сайын Құдіреттің жүрегі алағысып, ал көрмей қалса кәдімгідей көпті болатын. Кейде бала кезек әдетімен төбеге шығып отыратын. Шағын ауылдың үстінен оның абыр-сабырды, асығып-үсігуді білмейтін бейжай тіршілігін бақылап отырып, үй жағынан Ажарды шығып қалар мекен дейді. Кейде оның клубқа бет алғанын көретін. Қасында қыздар болады. Топ қыздың ішінде тек соның көйлегі бәрінікінен әдемі көрінетін Құдіретке. Жоқ, Құдіретті кітапханашы қызға өліп өшті, күйіп жанды деуге келмес. Бірақ оны алыстан көрсе болды, осы көргеннің бәрінен өн бойына жай жапсырын өзі де ұғып болмайтын жұмбақ сезім жүгіретін. Сосын, мұны зәубектен емне төнген көк аспан мені екі араны жартысыз затсыз жындастыра, жалғаған топ-тұнық кеңістікке қарап жатып. Ажарға жолығуға барсам, болмаса кітапханаға барғанда ауызба-ауыз бір ауыз тілдесем қайтер екен. Ол мұның сызып салғандай сығыр біткен көзіне қарап, сырғалығы салбыраған үлкен құлағына жазырған селдір шашынан сепап жылы жымияр мекен дегенді армандап, өмірдің шынызғарын әлі сезінбеген көкірегімен бір жақсылық боларына барынша сенгісі келеді. Сосын бұл өзі қыздың қай жерінен келер екен, тіпті белінен де келмеді екен дегенді ойлағанда ішіне бірдеңе түсіп кеткендей болады. Құдірет сонда өзінің ергежейлі екендігіне тұңғыш рет өкініп, жүрегін әлде қалай бір мұңлы күй шымылдатып, өзінің 30 аласалығынан шаршап, қырық бойындай болмасам да, неге ең болмаса 1,5 метрге жете қабыл болмадым екен дегенді ойлап, тамның үстінде күн баюға бет алғанша жата беретін. Өткені Құдес тағы да тамның үстіне шығып алғанбысың, жылан шағып алмасын дейтін шешесі де жоқ еді қасында. Кейде оған ойша хат жазбақшы болады. Ал жазды делік. Онысын көршінің сатпақтан сатайынан беріп жіберсе. Егер одан жауап келсе ше, ол жауап қандай болуы мүмкін? Ұялшақ сезімін жеңіп хат жазғанда қыздан не есту мүмкін? Сіздің жақсы адам екеніңізді білемін, бірақ сыртқы ажары келіспеген адамды жақсы көре алмаймын деп жазып жіберсе ше. Құдірет өз ойынан өзі шошып кетеді. Жоқ, жазбайды. Сөйтіп жүргенде ажарда күйеуге шығады екен деп естіді. Естігені бар болсын, талай арман ұя салған бұның көкірегін бір жалмауыз от шытырлатып тұрып, аяусыз өртеп жатқандай болған. Сонда ғой, Құдіретке күндегі өзі шытып жүрген таза ауаны біреу алмастырып кеткендей. Бүкіл ауылдан күңірсік қапастың иісі сезілгендей.
Сонда ғой құдіретке тамның төбесінде жатып алып армансыз көз алатын кеңістікте бұрынғыдай емес. Бұған дегенде тым енжар, тым самарқау, тіпті бүкіл дүние тасбауыр көрінген. Әке-шешесі кеткендегі қайғысы бір бөлек. Ал мына жолғысы басқа еді. Құдірет шетсіз шексіз сахарада адасып, аптап ыстықтан ерні кезеріп, әбден қаталап жеткенде шұтып, жан шақырар зәмзәмін әлде біреу тауысып қойып, пұшайман болған жолаушыда еді. Сонда ғой, аңсарына жете алмай тозған құдірет үйінен 2 ай бойы шықпай жатып алған. Өйткені іші басыма арқасыма әйтеуір бір жері ауырған. Ажарынсыз қалғанда құдіреттің ішіне тастай мұз кіріп кетіп, содан не демала алмай, не жазыла алмай қалған сияқты болған. Бұны жігерсіз қалған тағдырына деген тамырсық өкініштің ырқынан босадым дегенше де айларда жылдар өтті. Бір күні сол ішіне кірген мұздың еріді ме, әйтеуір өзінен өзі әлде қайта жоғалып, әрі қарай баяғыша өмір сүруге болатын байқады. Содан бері ойынан шығармаса да жүрегінің сонау түкпірінде қалтарыста ұстайтын ажарды енді қайтып көрем деп те ойламаған. Ақыры құдағи болып шыққанын қарашы. Тойға барғаны жөн бе, бармай-ақ қойсам екен деп ойлады тағы да. Сөйтті де мысығын ойната бастады. Тілі жоқ демесең құдды бала сияқты, ойыншыл, шаршамайды. Күн ұзаққа құдіретті күтіп жүретін сияқты. Құдіреттің алдына жатып алып бірге теледидар қарайды. Бұған бауыр басқаны сондай кейде Бақшагүлден қызғанатын байқайды. Мысық демесең, адам сияқты ғой дейді Бақшагүл оған. Кеше зейнетақысы түскен. Сорпалауға үйдің тауығын не қазылайын деп базарға келіп еді. Бір шетте ғана біреу жалғыз өзі жалғыз қаз ұстап отыр екен. Онысы да үсті басы лас, арықтаума, бөтілей сөмірейіп көрінеді. Қаншадан бересіз? Қаздың есі столдың тасасынан қапелімде бұны көре алмай, дауыс қайдан шығып тұр дегендей жан-жағына қарап алды да, бір кезде барып, басы үстелге әрең жетіп тұрған бұған көзі түсті. Қаз емес түйе сатып тұрғаннан әрмен кекірейіп, бұның басындағы жөнелтілген малақайынан бастап балалар размеріндегі күртесін, аяғындағы ана жылы алғаннан бері мігір көрмегеннен тұмсығы ағарып қалған аяқ киіміне дейін мұқият қарап шықты да. Келісі 3 мың, бірақ сізге 2 мыңнан беремін, инвалидтерге. Ой, кешіріңіз, сіз сияқты адамдарға түсіреміз ғой деді, қолана жымиып. Ол бұны біртүрлі шаршап тұрып айтқандай көрінді құдіретке. Рахмет деген құдірет қақпаға бұрылды. Оның дәл осы қаздың етін жегісі келмей қалды. Құдірет үлкен супермаркеттерге бара бермейтін. Ондағы биік сөрелерге, есік тұтқаларына шете алмай жатқаны. Ол тек өзі үйренген, көз таныс болып қалған дүкенге барады. Іздегені сонда болса алады, болмаса келген ізімен қайтады. Осы жолда өзі баратын дүкенге соғып еді. Ежелгі дәуірде болған алапат соқта тас болып қатып қалып, содан бері ермеген тауқсандарына қарап, бір күрсінді де ішінен ең кішкентайларын таңдап алды. Әрлерін дәрі беріп, егетін естіген. Ал кішкентайлары гармон жеп үлгермеген шығар дегенге өзін сендіріп қояды. Бұл келгенде Бақшагүл шекесін ақ орамалмен байлап алып, өкілеп жатыр екен. Саған не болды деді ақырын. Ана орыс қатын. Бақшагүл еңіреп қоя берді. Ыза буғаннан шыққан жасы тоқтар емес. Ол не істеді? Ас үйге кірсем, ол да сонда екен. Кеше алқаштарын келіп түнімен маза бермедіңдір ғой деп едім. Газдың үстіндегі қайнап тұрған кастрөлді жолып алып, қазір осыны басыңа құйып жіберейін бе деп тап берді ғой. Жаман қорқып кеттім. Ана ыстық суға салып пісіруден де тайынбайды. Осыдан бізге бірдеңе істесе екеумізді қорғайтын ешкім де жоқ қой. Бізді қартайғанда бағатын баламыз да жоқ, деген Бақшагүл солқ-солқ етеді. Құдірет әйелін үнсіз тыңдаған күйі басын салбыратып отыра берді. Қазір барып, бойы 2 метрге жуық орыс әйелге бірдеңе деуге бұның да жүрегі дауламас еді. Екі иығына 2 кісі мінгендей жауырынды. Күйлі әйел бұның көзін допша домалата салатын сияқты. Милициядан да пайда жоқ, талай шақырған. Құдіреттің әйелін жұбатқысы келді. Ортан түрегеліп тағдыр табыстырған серігіне жақындап келіп маңдайынан сипады. Ол бұның алақандағы ғана емес, жанындағы бір жылуды сезіне алар ма екен. Сол жылылықтың ұзаққа жету үшін сол жылуға
екеуінің жылынуы үшін не істегені жөн. Қаралушы жұмыстан келген бойда мысығының жоқ екенін бірден байқады. Мысық қайда? Мысық дейсің бе, білмедім деген. Бақшагүл жайбарақат көрінді. Мысық қайда деймін саған, деп қасына жетіп барды. Бақшагүлді алғалы дауысы қаттырақ шығып тұрған осы шығар. Әйтеуір, әйелі бұған біртүрлі таңғалып аңтарыла қарады. Ой, құдай-ай, жүрген еді ғой, таңертең көрген едім деп, екеулеп жалғыз бөлменің әптер-тәптерін шығарып мысықты іздеді. Аяғына сүйретпесін іле салып дәлізді, одан басқа қабаттарды шарлап іздеді. Айналадағы қоқыстың маңында қарады. Мысық ұшты келі жоқ. Жә, не болды, бір мысыққа бола. Басқасын аларсың деп шұбатты Бақшагүл. Басқасы керек емес деп тоңқ етті. Ол мысықты басқасымен ауыстыра алмайсың ғой. Ешкімді де ешкіммен ауыстыра алмайсың. Жатақхана дәлізі қашанғыдай тас қараңғы болса да, Құдірет ескі құсқы заттарға тиісіп қалармын деп сүрініп, кетермін деместен қып-қысқа адымын тез-тез алады. Кейде аяқ жолыңа жарықтың түскен-түспегені де маңызды емес. Бірақ адам өзінің жанының әлдебір қалтарысына өзі үңілген кезде бір жарықты бәрібір керексінеді. Бұл сені құтқаратын ештеңе қалмаған кезде керек болады деп ойлап келеді. Осы кезде бұның телефоны қоңыраулатты. Ауылдағы ағайыны шығар, тойға бармаспын дермін деп ойлап үлгеріп, құлағына жақындатқан. Құдірет Қалиев, сіз бе? Әкімдіктен хабарласып тұрмыз. Тұрғын үй кезегі бойынша қосымша құжаттар үшін 516 кабинетке келуіңіз керек деді қыздың сыңғырлаған дауысы. Ауылдағы ағайынға телефон шалып, тойға баратын болдық деп айтайыншы деп ойлады Құдірет бөлмесінің есігін ашып жатып.